Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы компьютерлік графика. Сабағымыздың мақсаты компьютерлік графика түсінігімен және түрлерімен танысу. Компьютерлік графика дегеніміз әртүрлі кескіндерді, яғни суреттерді, сызбаларды компьютердің көмегімен салуды және өңдеуді қарастыратын информатиканың саласы. Компьютерде сурет салуға арналған бағдарламаларды графикалық редакторлар деп атаймыз. Редактор дегеніміз өңдеймін деген мағынаны білдіреді, ал графика сурет деген мағынаны білдіреді. Яғни графикалық редактор сурет салуға арналған бағдарлама дегенді білдіреді. Графикалық редакторларға Adobe Photoshop, Paint, CorelDRAW, Adobe Illustrator, AutoCAD, Archicad сияқты бағдарламаларды жатқызамыз. Компьютерлік графика үш түрге бөлінеді: растрлық графика, векторлық графика және фракталды графика. Растрлық графика кескіндері цифрлық техниканың көмегімен пайда болады. Мысалы, цифрлы фотоаппаратқа, ұялы телефондарға түсірілген суреттер. Растрлық графикада суреттер түрлі түсті нүктелер, яғни пиксельдердің жиынтығынан тұрады. Әрбір пиксельдің суретте өзінің орны мен түсі болады. Растрлық графиканың артықшылығы: пиксель саны артқан сайын суреттердің сапасы жоғарылай түседі және суреттер өңделуге бейім болады. Ал кемшілігі: растрлық суреттер жадыда көп орын алады. Сурет масштабын үлкейткен жағдайда суретті құрап тұрған растрлар көрініп қалады, яғни суреттің сапасы төмендейді. Растрлық графикалық редакторлар көбінесе жаңа сурет салу үшін емес, дайын суреттерді өңдеу үшін қолданылады. Растрлық графика кескіндері. Растрлық графикадағы суреттер, яғни пиксельдердің жиынтығынан тұрады. Бұл пиксельдер суретті үлкейткен жағдайда көрініп қалады. Растрлық графика электронды және полиграфиялық басылымдарды жасап шығару үшін жиі қолданылады. Және жұмыс бабында көбінесе суретшілердің қолмен салынған дайын суреттер сканы немесе фотосуреттер қолданылады. Растрлық графика редакторлары Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Paint, GIMP, Corel Photo Paint сияқты бағдарламалар. Келесі графика түрі векторлық графика. Векторлық графика сызық, доға, шеңбер және тіктөртбұрыш сияқты геометриялық объектілерден тұратын кескіндер мен сызбалар. Векторлық редакторлар бірінші кезекте кескіндерді өңдеу үшін емес, жаңадан кескін салу үшін қолданылады. Векторлық графиканың негізгі элементі сызық болып табылады. Векторлық графика кескіндері. Яғни векторлық графикаға қолмен салынған суреттер жатады. Сабағымыздың басында айтып өткендей, растрлық графикадағы суреттер техниканың көмегімен пайда болады деп айтып өттік. Мысалы, фотоаппараттарға түсірілген суреттер, ұялы телефонға түсірілген суреттер. Ал векторлық графикадағы кескіндер адамның қолымен пайда болады. Сызықтың көмегімен пайда болған суреттер. Векторлық графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай, өзгеріс енгізуге, оңай кішірейтуге және үлкейтуге болады. Қарапайым геометриялық объектілер мен қаріптерді безендіру жұмыстары векторлық редакторларда оңай іске асады. Бұндай құралдар жарнама агенттіктерінде, дизайнерлік студияларда, редакциялар мен баспаханаларда кеңінен қолданылады. Векторлық графика редакторлары CorelDRAW, Adobe
Illustrator, AutoCAD, Archicad сияқты бағдарламалар. Келесі графика түрі фракталды графика. Фракталды графикада сурет салу әдісі суретті салуға, безендіруге, өңдеуге емес, бағдарламалауға негізделеді. Фракталды графиканың негізі математикалық формула. Фракталды графикадағы кескін компьютердің жадында объект болып сақталмайды. Кескін бағдарламада тек қана формула бойынша есептеліп салынады. Фракталды графика кескіндері. Фракталды графика кескіндеріне қырауларды да жатқызуға болады. Фракталды графикадағы кескіндер симметриялы суреттер болады, және олар математикалық формуланың негізінде есептелініп салынады. Фракталды графика кескіндерін бағдарламалау тілдерінде де салуға болады. Фракталды графика кескіндеріне мысалы парабола, гиперболаны жатқызуға болады. Себебі олар математикалық формуланың негізінде сызылатын кескіндер. Фракталды графика редакторлары хаотика, брайс, фрактал дизайн, апофизис, ультрафрактал, фрактал сияқты бағдарламалар. Ультрафрактал бағдарламасының интерфейсі. Хаотика бағдарламасының интерфейсі. Бүгінгі сабақтан алған жаңа білімімізді пысықтау үшін бекіту сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұрағымыз компьютерлік графика дегеніміз не және оның түрлері қандай? Графикалық редактор дегеніміз не және қандай графикалық редакторларды білесің? Растрлы графика туралы не білесің? Оның артықшылығы мен кемшілігі қандай? Төртінші сұрақ, векторлы графика туралы не білесің? Бесінші сұрақ, фракталды графикаға өмірден мысал келтір. Сұрақтарға жауап берген болсақ, бүгінгі жаңа тақырыбымыздың термин сөздерімен танысайық. Глоссарий бұл термин сөздердің анықтамасы. Бірінші термин сөзіміз растр. Растр дегеніміз монитор немесе теледидар экранындағы суретті құрайтын нүктелердің жиынтығы. Вектор бағытталған сызық. Фрактал математикалық есептеулер көмегімен пайда болған кескінді құрайтын және сол кескінде өзін-өзі қайталайтын фрагмент. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты термин сөздердің үш тілдегі сөздігімен танысайық. Бұл жерде үш бағана бар. Бірінші бағанада термин сөздердің қазақша нұсқасы, екінші бағанада термин сөздердің орысша нұсқасы, үшінші бағанада термин сөздердің ағылшынша нұсқасы жазылған. Бірінші термин сөзіміз пиксель. Орысша нұсқасы пиксель, ағылшынша нұсқасы пиксель. Растр, растр, растр. Графика, графика, график артс. Сурет, изображение немесе рисунок, picture. Кескін, образ, image. Вектор, вектор, вектор. Редактор, редактор, editor. Фрактал, фрактал, фрактал. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша үйге тапсырма векторлық және растрлы графиканың ұқсастығы мен айырмашылығын айқындайтын Вен диаграммасын сызыңыз.